2021 жылдың 21 қазаны күні Түркия Республикасының Алматы қаласындағы бас консулы мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті басшылығының кездесуі өтті. Шараға Алматы қаласының бас консулдық делегациясынан бас консул Али Рыза Акынжи, білім атташысы Махмуд Агырман және Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті өкілдері, басқарма төрағасы ректор Дархан Белялов, стратегиялық цифрландыру және интернационалдандыру жөніндегі проректор Ақтолқын Құлсариева және халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры Әсел Майс қатысты. Кездесу барысында өзара ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Сонымен қатар Абай университеті тарапынан құрмет көрсетіліп, естелік ретінде арнайы сый-сияпаттар табыс етілді. Екі жақты кездесу университет қабырғасындағы Абай музейін аралап танысумен жалғасын тапты.